Ассалаумағалейкум қазақ ел, біз Смағұл бауырымыз үйіне келіп отырмыз. Осындай керемет не салып отыр, үй салып отыр. Міне үйдің сырты мынандай қызыл кірпішпен, хромтаудың кірпішпен қапталған, крышасы міне өте сапалы. Мына жақта су ағарымен істеді. Бірінші іргетасы фундаментіне келетін болса, кәдімгі фундаменті осындай істеген фундаментін міне керемет. Кіреберісі іші ракушкамен істелген. Мына жақта ертең бұзылып, ішін кіреберісін әдемі істейді. Ішіне келетін болсақ, бірінші налыны қарап отырсыздар, ракушкамен өріп, сыртын силикатный қандай кірпіштер, аты қандай? Кірпіш. Хромтаусский кірпішпен ортасын мынандай қалтықпен істеген. Қалтқы өте жылы ұстайды. Жазды ғана салқын болса, қысты күні жылы болады, өте сапалы. Қазір жағын көрсететін боламыз. Мына жақта су ағары пластмассадан жасалған. Керемет дене өте. Жанына келетін болсақ міне. Бұның терезесі Аспан деген фирманікі. Қоңыр терезе, өте сапалы терезе. Қазір түзілігіне келейік. Үйдің түзілігін көрсеңіздер оқытпайды. Өзбектерге бауырлы өзбек бауырларымыз ай өргізген міне керемет. Өте терезесінің қолдық терезе. Мұның іргетасымыз фундаментіміз. Фундаменті өте сапалы құйылған. Өзі арт жағы. Құрылыстың артында екі спальня бар орналасқан. Сыртына қарағанда осылай. Бұл енді әр қазақтың арманы. Осындай үй соғу. Керемет өте. Ары қарай енді іште сүретін боламыз. Ішке кірдік. Кіргеннен кейін мынауымыз уже холы басталып кетеді. Бірінші сол жаққа кіретін болсақ, бұл жерде санузел бар, жаңағы суға түсетін душы бар, бәрі бар. Мына жақта мына тереземіз орналасқан. Мына жақта соны бүгін тоғжан монтаж жүріп жатыр. Мына жаққа кіретін болсақ, мына оң жаққа жаймен кіретін болсақ, бұл жақ асхана. Асханасы өте кең, 4-20 ма сондай асханасы. Ұмытпасам, мына жақта тоқты монтажы бүгін жүріп аяқталып қалды. Өте сапалы. Мына жақта қол жуатын жағы, мына жақта газы бәрі түседі. Өте керемет. Ары қарай жүреміз. Жүргеннен кейін мына жаңа кірдік қойындағы үлкен қол бізде мына жақта Г сияқты түседі. Мына жақта міне Г-образный қол ғой. Мына жақта ертең арада бүйтіп қарап отырсаңыздар, бұл жерде жаңағы аркама сондай болады. Мына қолымыз. Қолды міне осындай қолға кірді. Қолға кіргеннен кейін телевизор. Мына телевизор, мына жақта дивандар түседі ертең. Мына жақта арада телевизор болады. Ары қарай уже спальня, жатын бөлмеге кірдік. Жатын бөлмеге мына жақта уже тоғжаға жүргізіп кетіп, арада телевизор болады. Ары қарай уже спальня гарнитурамыз болады. Төбесінде кәдімгі брөндемен салған, ортасында жаңа қамыспен, как всегда. Аяқта мына жоғары жағына келетін болсақ, брөнденің үстіне қарағайда салған, қарағай тұсына кардон болған. Кардон енді білесіздер, өздеріңіз ыстық суықты өткізіп тұрады. Әйтпесе егер салафанмен салатын болса, ол терлейтін болады. Сондықтан терлемейтін қылып осындай істеп қойған. Бұл жақта да жатын бөлмесі өте кең соққан. Екінші жатын бөлмеге кіреміз. Екінші жатын бөлме шамалы шағындау. Мына кірген кезде өте кең, әдемі. Мына кіреберістер көріңіздер. Мына терезесі өте терезе күн жаққа бетке тұрғандықтан үлкен соққан. Мына жақта уже жаңағы ұста бауырларымыз уже жаңа маяк дейді ғой. Маяк слайдын болып қалғандықтан маяктарына уже құрып кетті. Қазір жаңағы көрсететін боламыз. Мына шелкілерін қадап қойды. Осыда бір бетті көрсетіп кетті. Әрі қарай өзі Смағұл бауырымыз өзі сылағын өзі істеген дейді. Міне маяқтың бірлік провод, соның бәрін қойып кетті. Ол жақтан қарай екі спальня кетті. Ары қарай кіреміз. Қазақпыз ғой. Мына жақта залымыз бар. Кең залы
где-то 4,5-да 6,5 болады. Екі үлкен терезесі бар. Мына жақтан міне мысалы шаймен ішетін болсақ, кең өте. Қонақ күткелі ешқандай қиналмайсыздар. Салда ары қарай уже спальный бар. Жас шубалардың спальный болуы мүмкін, өте кең екен. Бұл жақта да міне тоқ жүргізген кезде міне спальныйдың екі жағына, спальный жаңа гарнитурамыздың екі жағына тоқтарына қойғызып кетті. Телевизор өте кең істеген, әдемі, жарық көп түседі. Бұл жақта телевизор қойатын жері тоқтың бәрін жүргізіп кетті. Котельник шығаратын болғанбыз, котельниге барамыз қазір. Ары қарай шығамыз. Оп, түсеміз. Котельник есікті сырттан шығарған, ең сырттан шығарған дұрыс. Міне, мен сол жағынан қарайтын болсақ, міне. Мына жақта котельник орналасқан арада бұрышта. Котельниктің труба шығаратыны бар, озығы бар, соның бәрі қарасып кеткен. Мына жақта да трубалар тұр. Тегістігіне келетін болсақ, мына іргетасы өте тегіс. Өте тегіс сапалы соққан үйде. Өте жақсы қалғанмен соғылған үй, күшті, керемет.